Достар, өмірде табысты болу үшін еңкеюді үйрену керек. Еңкейген екі асайды дейді. Басыңды иіп алатын заман келді. Еңкейтпейтін біздің нәпсіміз, адамның ойы еңкейтпейді. Шындық көзге шоқиды, қашаннан да. Шыбын жаным шындықтан қашалған ба, ар ақиқат үкімі жасалғанда, қолға тұрарлық ноқтасыз асауларда. Мұқағали Мақатаев жырлағандай. Кедейсің деп айтып көрші бүгін. Тура жағаңнан алып, сенің менен нең артық? Сен жегенді мен де жеп жүрмін, сен кигенді мен де киіп жүрмін дейді. Бүгінгі күні материалдық әлемде бәсекестік жоқ. Бәсекестік сананың дамуында. Оны ол түсінбейді. Ондай адамдар өз ойларында баймын деп ойлайды. Ол туралы Абай Құнанбаев былай деген: санасыз, ойсыз жар емес, өз ойында кем емес. Өзгеремін, табысты болам, бай болам десеңіз екі жол бар. Дағдарыс немесе білім. Мен сіздерге білім беріп отырмын. Білім деген қазақша сый. Сыйға көнбеген адамды өмір қинай береді дейді Машһүр Жүсіп. Үш шындық бар. Бірінші адамның өз шындығы, өз ойы, өзінің қиялы. Екінші объективті шындық, шын мәнінде қалай. Үшінші жоғарғы объективті шындық қалай болуы керек. Түсінік үшін айтайық. Мысалы, 35 жастағы қыздар бүгінгі күні өз ойларында жаспын деп жүр. Шын мәнінде олар уже кәрі қыз. Қалай болуы керек? Күйеуге шығып, отбасын құру керек. Яғни олар Құдайдың бұйрығын орындамай жүр. Мен сендерді ұрғашы еркек қылып жараттым, өсіңдер, өніңдер дейді жаратушы. Қыз бидай, оның орны диірмен шірмеу үшін. Бұл жаратушыдан келген заң. Сол себепті жауапкершілікті алу керек өмірде. Орныңды біліп, ашты шындықты қарай білуің керек, қабылдай білуің керек. Есектің жүгі жеңіл болса жатаған болады дейді. Адамның санасын көтерген жүгі адам өзі қабылдаған шешімдерден тұрады. Менің ақиқатты ғылымды дәріптеуші ретінде адамның өз ойынан объективті шындыққа алып келу сөз иесін табады. Бір адамның санасына қопарыс берсем, Алладан келген міндетті орындадым деген сөз. Аллаға шүкір. Осындай тамаша мүмкіндіктердің арқасында ақиқатты, ашты шындықты айтып жатырмын. Сау саламатта болайық достар.